Өзге де жаңалықтар. Қазақстанда салынып жатқан тұңғыш жер асты автомобиль жолының құрылысы әлі күнге аяқталмай келеді. Шымкент қаласы мен Жамбыл облысы шекарасындағы түнел құрылысы осыдан 6 жыл бұрын басталған. Жоба құны бастапқыда 8,5 миллиард теңге деп бекітілді. Алайда одан бері 2 есе көп шығын кетсе де жол салынып бітпеген. Себебін өңірдегі тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы біліп қайтты. Қазақ сахарасында мұндай автострада болмаған. Боралдайдың өзегін тесіп жатқан жол Түлкібас ауданынан басталып, Жамбыл облысынан бір-ақ шығады. Ұзындығы 840 метр, ені 13,5, биіктігі 5 метр. Бір-біріне параллель 2 тоннель. Көліктер 2 бағытта, сағатына 80 шақырым жылдамдықпен зырғитын болады. Бұл туннельде екі жағында тікұшақтық алаңы қарастырылған, және міне көріп отқаныңызда 110 метрлік сервистік штольнямыз бар. Жерасты дәлізі жайдан жай салынып жатқан жоқ дейді жол активтері ұлттық сапа орталығы мамандары. Бұл күйік асуы секілді Батыс Европа, Батыс Қытай трассасының ең қауіпті тұсы. Тау жоталарының арасы үнемі азынап тұрады. Үскірік жел жеңіл көлік түгіл, ауыр техникаларды да бел ортасына дейін көміп тастайды. Тіпті қарлы боранның құрсауында қалғандарға төбеден тікұшақпен тамақ тастаған күндер болған. Енді тоннель құрылысына да сол табиғат кедергі келтіріп жатқанға ұқсайды. Құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатқан кезде түнелдің үстіңгі жағында әлсіз топырақтың кесірінен опырылды, үстіңгі жағы опырылды. Және де қазіргі таңда осы опырылуына байланысты уақытша негізі жұмыстар уақытша тоқтатылып тұр. Таудың ортасына ойып, коридор салу оңай емес. Қазу жұмыстары кезінде төбесі ойылып, сусымалы топырақ орта жолды жауып қалған. Ол аздай, мынадай жер асты сулары шығып, құрылысшыларға көп кедергі келтіруде. Айта кетейік, бұл құрылысты 2014 жылы ирандық компания қолға алған. 8,4 миллиард теңгемен келісім шартқа отырған. Алайда 2016 жылы теңгенің күрт құнсыздануынан шығынға баттық деп жөндеріне кеткен. Жобаны жалғастыру үшін екінші рет конкурс жарияланады. Осылайша 2017 жылдың күзінде бұл іске әзербайжандық компания кірісті. Енді оларда әлгінде айтқан күрделі инженерлік техникалық шешімдерді талап ететін проблемаларға тап болып отыр. Бұл әлбетте жоба құнына әсер етеді. Бүгінгі таңда 16 миллиард кетті. 2020 жылға қарастырылып отырған қаражат 3 миллиард болып отыр. Бұл құрылыстың аяқталу мерзімі 2020 жылдың 4-ші тоқсанында жоспарлап отырмыз. Бүгінде бірінші тоннельдің 505 метрі, екіншісінің 414 метрі толығымен су өткізбейтін материалмен қапталып, темірмен тоқылып, бетоннан арка құйылды. Ал төбесі опырылып түскендіктен қалған жартысын динамитпен жарып істеу қауіпті дейді мамандар. Сондықтан осылайша қолмен ойғандай қазып жатыр. Ал әр жерден атылып шығып жатқан жер асты суларында сыртқа ағызу машақаты тағы бар. Соған қарағанда министрлік межелеген уақыт пен ақша тағы жетпей қалатын сияқты. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Шайбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.